Армысыздар құрметті көрермен, руханият пен білімнің тоғысқан тұғырынан сөз өрбітудеміз. Бүгін нөмірі 15 мектеп лицейінің базасында Кітап Фест фестивалі өтуде. Артық ғылым кітапта ерінбей оқып көруге деген абай сөзі бүгін осы кеңістікте жаңа мәнге ие болғандай. Мұнда әр кітап сыр, әр оқырман сол сырдың кілтін іздеуші. Осымен біздің Кітап Фест фестиваліміз ашық деп жарияланды және фестиваліміз видеороликтермен, смарт кітапхана туралы мәліметтермен ашылған болатын. Бізде ең құнды сирек кездесетін кітабымыз Көрұғылы кітабы. Профессор қолына алды, кейін осы кітаптарды аударып беремін деп айтты. Шағатай тілінде. Жақсы, керемет, рахмет. Біздің ауылымыздың екі мәрте социалистік еңбегі Ыбырай Жақаев ауылынан келген соң, Ыбырай Жақаевтың өмір мектебі деген кітабын алып келдік. Ауыл совет әйел кісі болған, Әділова Жұмагүл деген, сол кісінің мынау анықтамалары кезінде болған, газетке шыққандары. Қызылорда қаласы 100 жыл бұрын бізде Астана болды ғой, сол кезде бізде Қызылорда баспаханасы деген жұмыс жасаған, сол Қызылорда баспаханасынан шыққан Ахмет Байтұрсыновтың әліппесі. Ментері кітабының алғашқы түпнұсқасы. Бұл түпнұсқада ақын өзінің осы трилогиясын өз қолымен өзгерткен. Кітап бізді біріктіреді бағыты бойынша постерлер дайындалып, кітап оқудың 10 себебі таныстырылуда. 15 мектеп лицейінің 11 сынып оқушысымын. Маған бұл кітаптар өте ұнады, өйткені бұл тарихи кітаптар. Кітап бізді біріктіреді бағыты бойынша Керімжаева Гүлмира өз постерін таныстырып, кітап әлемінен сыр шертуде. Құрметті көрермен, бүгінгі Кітап Фест фестивалінің ең қызықты сәтіне келдік. Шеберлік сағаттары ашық деп жарияланды. Бір ел, бір кітап аясында ең көп оқылған туындылардан видеороликтер жасалып, көрермен назарына ұсынылуда. Кітап үнсіз сырлас, кітап рухтың шамшырағы. Сіздермен бірге болған Идрисова Жансая, Қанатов Талант, Байқоңыр қаласы нөмірі 277 мектеп лицейі.